Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен Мери, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге пиццериядағыдай пиццаны қалай жасалу жолын көрсететін боламын. Осы видеоның соңына дейін көріп, сіздер де жасап көріңіздер. Пиццаға қандай соус қолданамыз, кетчуп, майонезсіз өте дәмді пицца жасайтын боламыз, және де қандай сыр қолданамыз, барлығын осы видеода айтатын боламын. Ең алдымен біз пиццаға арналған қамырды жасаймыз. Бізге жылы су қажет болады. Қол күймейтіндей жылы болу керек. Үстінен 1 шай қасық тұз, 1 шай қасық шекер және де осындай құрғақ ашытқыдан 1 шай қасық қосамыз. Құрғақ ашытқы міндетті түрде свежий болғаны дұрыс. Үйде тұрып қалған ашытқыны қоссаңыз, қамырыңыз көтерілмей қалуы мүмкін. Оның үстінен сұйық май құямыз және де електен өткізіп қосамыз және ары қарай қолымызбен қамырымызды илеп аламыз. Қамыр сәл қаттылау болып шығады. Қорықпаңыздар, ары қарай жұмсарып кетеді. Осылай қамырымызды илеп алғаннан кейін пакетке салып, жарты сағатқа қойып қоямыз. Жарты сағатта қамырымыз осылай кішкене көтерілетін болады. Қамыр жұмсарған, осылай қамырымызды алып өлшеп аламыз. Немесе өлшейтін таразы болмаса, теңдей 2 бөлікке қамырды бөлсеңіздер болады. Әр қамырдың граммы 300 граммнан асатын болады. Осылай қамырды 2 бөлікке бөліп, ыдысымызға қайтадан саламыз. Қамырды пакетпен жауып, қайтадан жарты сағатқа ашуға қойып қоямыз. Арасына осылай жабысып қалмау үшін қасық қойып қойсаңыздар болады, немесе қамырды бөлек пакеттерге салып қойсаңыздар болады. Ары қарай біз соусын дайындаймыз. Осындай бізге қызанақтар қажет болады. Қызанақтарды пышақтың көмегімен осылай қабықтары тез алыну үшін алдын ала осындай кескіндер жасап аламыз. Видеоға мұқият қарасаңыздар өте оңай жасалынады. Пиццаларыңыздың пиццериядағыдай өте дәмді болу үшін бізге міндетті түрде осы соус қажет болады. Сондықтан қызанақтарды осылай кескіндер жасап, үстінен қайнап тұрған ыстық су құямыз. Құйғаннан кейін қақпағын жауып 10-15 минутқа қойып қоямыз. Соусқа қажет заттарды дайындаймыз. Бізге осындай сарымсақ қажет болады. Осындай 2 данасы жеткілікті. Үккіштен өткізіп аламыз. Қызанақты судан төгіп алып тастап, осылай қабықтарын ашып аламыз. Қызанақ менде қазір қыс мезгілі болғандықтан теплицаның қызанағы, сондықтан сәл ғана ақшылдар болып тұр. Қызанақтың қабықтары осылай өте оңай алынады. Суға салып алсаңыздар, ары қарай бізге блендер қажет болады. Немесе блендер болмаса, сіздерде шаншқының көмегімен жақсылап езіп алсаңыздар болады. Қызанақтар өте оңай езілетін болады. Осылай блендермен езіп дайындап аламыз. Табаға 2-3 ас қасық сұйық май құямыз, және бізге орегано деген осындай дәмдеуіш қажет болады. Осыны скриндап алыңыздар. Кез келген супермаркеттерде сатылады, кез келген дүкендерде сатылады. Орегано 1 шай қасық қосып 20 секундтай қуырып аламыз. Одан көп қуырмаңыздар, күйіп кетсе дәмі әші болып кетеді. Оның үстінен сарымсақты қосып, оны да 20-30 секундтай қуырып аламыз. Ары қарай жаңағы дайындап алған қызанақтың суын құйып 1 минуттай араластырамыз. Міне осылай кішкене қайнай бастағанда дәміне қарай тұз және де паприка қосамыз. Паприканы базардан килолап сататын жерден алсаңыздар болады. Өйткені дүкендегіге қарағанда сол жердегі дәмді және қызғылт түс әдемі беретін болады. Осымен біздің соусымыз дайын. Соусын дайындауға бізге 3-4 минут жеткілікті болды. Болонезе пиццасын жасау үшін бізге фарш қажет болады. Бізге фарштың майсыз түрін алғандарыңыз дұрыс. Осылай фаршты табаға 2 ас қасық май құйып, алдын ала қуырып аламыз. Фаршты 1-2 минут қуырғаннан кейін оның үстінен пиязды майда бөліктерге турап алып қосатын боламыз. Пияз бізде 1 орташа пияз немесе 2 майда пияз қоссаңыздар болады. Осылай қосқаннан кейін пиязды да қуырып аламыз. 2-3 минут пиязды қуырғаннан кейін оның үстінен дәміне қарай тұз саламыз. Мен бұл жерде жарты шай қасықтан сәл ғана көбірек тұз салдым. Және де осындай 1 шай қасық паприканы қосып, араластырып қуырамыз. Және де оның үстінен жаңағы дайындап алған соусымыздан 2 ас қасықтай қосатын боламыз. Фаршымыз өйткені біздің майсыз және де сочный болып шығу үшін осы 2 ас қасық қоссаңыздар жеткілікті. Осылай қосып алып, араластырып, 10 минутқа бетін жауып, баяу отта, өте баяу отта бұқтырып қойып қоямыз. Біздің сол кезде начинкамыз өте дәмді болып пісіп шығады. Осылай пісіп дайындап алдық. Достар, пиццаға осы сырды қолданамыз. Пиццерияда да осы сырды қолданады. Егер бұл сыр қымбат деп жатырсаңыздар, орнына Como Country немесе Emir Mozzarella деген сырларды қолдансаңыздар болады. Бұл сырмен пиццаларыңыз созылып, өте күшті болып шығады. Сондықтан осы сырды ұсынамын. Теркадан өткізіп дайындап аламыз.
Ары қарай пиццаны дайындаймыз. Қамыры осылай бізде жарты сағаттың көлемінде көтеріліп, әдемі болып тұр. Пиццаға осы қамырды жасасаңыздар, яғни осы рецептпен міндетті түрде пиццаға қамыр жасасаңыздар, қамырларыңыз жұп-жұмсақ және де тура пиццариядағыдай болып шығады. Міне осындай жұмсақтықта қамырымыз дайын болды. Қамырды осылай қолымызбен немесе оқтаудың көмегімен қамырды дөңгелек етіп жайып аламыз. Достар, егер сіздерге осы рецепт ұнаса, парақшамда түрлі рецепттер бар. Міндетті түрде парақшама дәл қазір подписаться батырмасын басып тіркеліп алсаңыздар болады. Және де каналыма жаңадан шығатын рецепттерді жіберіп алмас үшін қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Табаға пергамент қағазын төсеп, осылай 30 диаметрдей қылып, қамырымызды жайып алғаннан кейін қамырды қоямыз және оның үстінен осылай соусты 2-3 ас қасықтан құйып, жан-жағына бір келке етіп жағып аламыз. Оның үстіне жаңағы фаршымызды 2 бөлікке бөлеміз. Біз бұнда 2 пицца жасап жатырғандықтан 2 бөлікке бөліп, осылай тегіс қылып пиццаның бетіне салып шығамыз. Оның үстінен теркадан өткізіп алған сырымызды да салып шығамыз. Сыр бізде әр пиццаға 150-200 граммнан салып шықсаңыздар, сол бізге жеткілікті. Осы жерде айта кететін, міндетті түрде пешті алдын ала қыздырып қойыңыздар. 250-300 градуста қыздырып, қызып тұрған пешке пиццамызды салып 8 минут немесе 10 минут аралығында пісіріп аламыз. Міне достар, менде 8 минут аралығында осылай пиццамыз пісіп шықты. Пиццаны кез келген пеште солай пісірсеңіздер болады. Яғни қарапайым әсел пеште де пісіруге болады. Пиццаларымызды осылай пісіріп алғаннан кейін әдемі етіп пышақтың көмегімен немесе осылай пиццаның кескіштің көмегімен кесіп ұсынсаңыздар болады. Пиццаны ыстықтай жесеңіздер, енді өте дәмді болған, дәмі керемет шығады. Сіздер де осы рецептпен жасап көріңіздер. Рецепт ұнаса, дәл қазір парақшама тіркеліп алуды және де қазақша каналдың дамуына үлес қосуыңызды сұраймын. Және қай қаладан қарап отырсыз, сол туралы да комментарияға жаза кетіңіз. Түсінбеген сұрақтарыңыз болса, комментарияға жазсаңыздар болады. Міндетті түрде көріп жауап беретін боламын. Рецепт ұнаса, лайктарыңызды басып, подписаться батырмасын басып қойыңыздар.